Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол ойыны. Ендеше волейбол ойынының ережесімен таныс болыңыздар. Волейбол ойыны тіктөртбұрышта ұзындығы 18 метр, ені 9 метр алаңда өткізіледі. Дәл ортасынан тор керілген. Тордың биіктігі ерлерде 2 метр 43 сантиметр, әйелдерде 2 метр 24 сантиметр. Ойын кезінде әр командадан 6 ойыншы ойнайды. Алаң 6 аймаққа бөлінген. Допты ойынға қосу мүмкіндігі ұпай алған командаға беріледі. Доп қабылдаушы команда ұпай алса, оның ойыншылары сағат тілімен орын алмастырады. Ойын мақсаты қарсылас команданың доп түсіріп ұпай жинау. Ойыншылар алдыңғы және артқы шеп болып бөлінеді. Алдыңғы шабуылшы шептегілер екінші, үшінші, төртінші аймақтар, ал артқы шептегілер бірінші, бесінші, алтыншы аймақтар. Допты ойынға қосу кезінде артқы шептегі ойыншылар алдыңғы шептегі сәйкесінше 1-2-ден 6-3-ден 5-4-тегі аймақтағы ойыншының алдына тиіс. Доп ойынға қосылғаннан кейін ойыншылар еркін алаңда орын ауыстыра алады. Алаңда орын ауыстырған кезде екінші аймақтан бірінші аймаққа ауысқан ойыншы допты ойынға қосады. Доп ойынға артқы шептен кейінгі доп қосу аймағынан беріледі. Ойынға қосылған допты тор үстінен бірден тосқауыл қоюға болмайды. Барлық ойыншылар доп қабылдай алады. Дегенмен көбіне допты бірінші, бесінші, алтыншы аймақтағы ойыншылар қабылдайды. Бір команда доп қарсы бетке өткенше 3 рет жанаса алады. Бір ойыншыға допқа 2 рет жанасуға болмайды. Бірінші әдіс қабылдау, екінші әдіс допты әуелетіп беру, үшінші әдіс шабуыл соққысы. Барлық шабуыл әдістері тек өз алаң бетінен орындалады. Артқы шептегі ойыншылар допты екінші сызық алаңынан секіріп, соққы жасай алады. Қабылдаушы командадан келген допты ойыншы тордан өткізбей тосқауыл қоя алады. Тосқауыл 1 немесе 2-3 ойыншыдан құралады. Тосқауылды тек алдыңғы шабуылшы шеп қоя алады. Допты кез келген дене мүшелерімен қабылдап алуға болады. Тек допты қысып ұстап алуға болмайды. Допты ойынға қосқан команда ұпай алған жағдай ойынды орынды ауыстыра алмайды, жалғастыра береді. Егер қабылдаушы команда ұпай алса, ойыншыларын орын ауыстырып барып, допты ойынға қосады. Ойын барысында команданың қосалқы ойыншылары, бапкері, дәрігері, көмекшісі тиісті алаң жиегінде тұрады. Бір партияда әр команда 6 рет ойыншы ауыстыра алады. Әр командада либеро ойыншысы қорғаныста ойнай алады. Партияда 25 ұпайға бірінші жеткен команда жеңіске жетеді. Егер есеп 24-24 болса, 2 ұпай ұзағанша командалар жеңіске жетеді. Ойынды 3 партия жеңіске жеткен команда ұтады. Егер партия ойыны 2-2 болса, 5-ші партия 15-ке дейін жалғасады. Ендеше құрметті оқушылар, әлемдік волейбол ойынын тамашалаңыз.
Назарларыңызға рахмет. Ендеше құрметті оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.